Баяғыда бір жас сұлтан тағында мұңға батып отырыпты. Ешкім кірмесін деп беріпсің ғой. Не болған айтшы? Қандай көмегің керек? Мазамдалмай кетші. Маған ешкім де көмектесе алмайды. Хып! Тым болмаса не болған айтсаңшы? Түсімде айдай сұлу аруды көрдім. Ол қызды енді қайтып көре алмайтыным сондай өкінішті. Көзі қандай десеңші. Ал шоқтай қызыл еріндері жұмақтағы раушан гүлдеріндей ғажап. Сұлулығын сөзбен айтып жеткіз алмайым. Міне ғажап, бейнесін қалай айнытпай салғансың. Өзің нағыз сиқыршы екенсің. Сені бұл сұлумен таныстырғанда не дейтініңді көрерміз әлі. Ол мүмкін бе? Мен сиқыршы емеспін, бірақ кейде ғажайып жағдайлар болады. Біздің патшайымның бейнесі ғой. Иә, өте ұқсас салынған екен. Хоп! Сендер бұл қызды танисыңдар ма? Айтыңдаршы. Иә, бұл біздің патшайымымыз. Бұл жерде оның суреті қалай пайда болғанын айт. Қандай тамаша! Бұл аруды менің досым Сұлтан тыным таппай іздеп жүр. Оны түсінде көріп, ессіз ғашық болып қалыпты. Әзілді қойып, суреті қалай пайда болғанын айтсаңшы. Досым Сұлтанның суреттеуі бойынша, бұл суреттерді мен өзім салдым. Содан соң, ондай қыздың дүниеде бар жоғын білу үшін, суреттерді бүкіл қалаға жабыстырып шықтым. Демек, суретші екенсің ғой. Оны дәлелдей аласың ба? Мінекей, өтінем. Мәссаған, айнымаған өзіміз. Керемет. Енді сүйгенмен кездесу үшін досыма бірге көмектесейік. Өкінішке орай онымыздан түк шықпайды. Неге? Патшайым бірде өте қайғылы жағдайдың куәсі болды. Сол түні қатты күн күркіреді. Қаланы қара бұлт торлап, күннің күркіреуі бір сұмдықтың боларын сездіргендей еді. Қараңғы аспанда найзағай жарқ етіп, қаздар мен балапандар тыныш жатқан құс қораға келіп тиді. Неткен қайғылы хикая. Қора әп-сәтте отқа оранды. Ал керек болса. Ата қазана қазбен балапандарын тастап, жанып жатқан шатырдан ұшып шықты. Сол сәтте қызыл жалын оларды жалмап, қою қара түтін аспанға көтерілді. Бірақ ғашық досымның бұған қандай қатысы бар? Сонда енді қайтып бірде-бір жігітке тіс жарып, сөйлемеуге серт берген. Енді мен досыма не деп айтайын? Патшайым енді ешкімді сүйе алмайтын халге душар болған ба? Жоқ, ол әлдегімді өте қатты жақсы көреді. Кімді? Өзінің аппақ мысығын. Оны жандай жақсы көреді. Сол себепті сұлтанның басқа қызға көңіл бөлгені жөн болар. Солай ма? Демек үміті бар екен ғой. Сұлуыңды таптым. Бұл ғажап қой. Сенесің бе? Ол көрші елдің патшайымы екен. Көп кідірмей дереу оған аттанайын. Бірақ бір қиындық бар. Мәңгіге тыныштығымнан айырған о сұлу патшайым, тым болмаса бір рет маған көз қиығыңды салшы. Сонда бұл жалғанда менен бақытты жан болмас. Өтінем, сұлу жүзіңді көруіме мұрсат бер. Сен деп соққан жүрегімнің әнін тыңда. Ол әнім саған деген сезімім жайлы. Қуып шығыңдар, онда еш шаруам жоқ. Сыртқа шықпайым. Ол мені ешқашан көрмейді. Мені неліктен көргің келмейді? Өзіңе деген махаббатым жайлы шын жүрегіммен айтқан сөздерім неге көңіліңе қаяу салды? Сұлуым, сөзіме сенбесең, көзіме қара. Шындықты сонда білесің. Есік терезелерді жабыңдар. Сөздерің бұдан әрі естігің келмейді. О, жоқ. Мүмкін емес. Менен теріс айналғаның ба? Не үшін? Мен неге бұлай қинайсың, сүйіктім?
Неткен сормаңда едім. Мұндай азапқа төз алмаспын. Амал қанша, қалауың сол болса мен кетейін. Бірақ жүрегім осында қалады. Ол мәңгілік өзіңе тиесілі. Неткен қатал ед. Сен қиялма қанат бітіріп, арманымды өңіме айналдырдың. Бірақ сол мезетте арманым қайта күлге айналды. Сүйгенім өзімнен теріс айналған шақта жігерім құм болды. Жүрегім мәңгі жаралы. Жауапсыз сезім жанымды менің қинады. Мен үшін онсыз өмірдің мәні де енді қалған жоқ. Қайда жүр өзі? Күн райда бұзылып кетті. Қайда жүрсің? Сен әбден уайымдадың ғой. Алаңдама, одан да бізге ыстық сүт бер. Патшайымның сүйікті мысығы Бұл жоғалыпты. қалада мысықтардың жүзі бар. Оны қалай тапсақ болады? Барлық жерді тексеріңдер. Бүкіл қаланы тінтіп шығыңдар. Бірақ қайткенде де мысығымды табыңдар. Біз не істеу керектігін білеміз. Суретшіні шақыру қажет. Ол мысықтың суретін салады. Сонда біз оны таба аламыз. Оны дереу осында алып келіңдер. Тек маған қарап сөйлей алмау үшін аузын байлаңдар. Менің мысығым сондай әдемі. Өзі аппақ, жіні мамықтай. Өзінен айнымайды. Мына суреті тап қазір бүкіл қалаға іліп шығыңдар. Мүмкін мысығымды көргендер бар шығар. Оны иттер қуған ба? Мысығым ағашқа өрмелеп, аман қалды ма? Ағашқа найзағай тиді ме? Сөйтіп мысығым суға құлады ма? Ол жүзе алмайды ғой. Мысығымды құтқарған ол мейірімді адам кім болды? Бұл кеше өзің сөйлескің келмеген ғашық сұлтан емес пе? Дәл өзі. Рас па? Солай екен ғой. Қиын жағдайға тап болғаныңды естіген бойда бірден келдім. Кеше кешқұрым жүрегім жараланып сарайға қайтып бара жатқанда қиындыққа тап болған байғұс мысықты көріп қалдым. Сөйтіп елемей өтіп кете алмай оны құтқардым. Өзіңе шексіз ризамын, ержүрек сұлтан. Тым қатыгез болған екенмін. Дегенмен, өмірде ғажайыптың болатыны рас екен. Почему грустишь? Неге қайғырдың? Мне приснился сон. Түс көрдім. Неизвестная красавица. Бейтаныс ару. Это ее портрет. Бұл соның суреті. Я ее найду. Мен оны табамын. Красивый портрет. Әдемі портрет. Вы ее знаете? Оны білесіңдер ме? Это наша царица. Бұл біздің патшайымымыз. Моя любовь. Махаббатым менің. Уходи. Кет. Мое сердце разбито. Жүрегім менің жаралы. Пропал котенок. Мәуленім жоғалып кетті. Кто его спас? Оны құтқарған кім? Это я. Мен ғой.